Haddadi қолданамыз. Өріктің мижазы орташа болады. Орташа болады, ыстық емес, суық емес. Соның өрік қанша қалаға жетеді. Бірақ көктемдегі мынау кесілген, онша піспеген өріктің мижазы суық. Әрге жіберген организм қанын сүй тұрады, дәлден түседі. Саламатсыздар, құрметті көрермендер, құрметті тыңдаушылар. Бүгін біз тікелей эфирімізді қазақ тілінде қарамыз. Бүгінгі біздің айтатын әңгімеміз тамақ туралы. Тамақтардың мизажы, оғыштардың, фруктылардың мизажы. Яғни олардың енді мизаж деп айтамыз, мизажын көп адам сөзге онша түсінбейді, мизаж. Олардың энергетикасы, ыстықтығы, суықтығы, сол туралы әңгіме жүргіземіз. Енді алдымыз айтып өтуіміз керек, бұл мижаз теориясы, мижаз назариясы, бұл тек қана восточный медицинада бар, европейский медицинада жоқ. Біз өткенде айттық, медицина екіге бөлінеді, есть восточный медицина, яғни халық медицинасы, есть европейский медицина. Европейский медицинасы 17-18 ғасырда шыққан Европада, қазір бүтін дүниеге таралған. Халық медицинасының түбірі ол 1000 жылдарға асып кетеді. Даже до нашей эры. Яғни бұған біз айттық өткенде Қытай медицинасы кетеді, Chinese traditional medicine, Индия медицина кіреді. Индияның біз айттық аюрведа медицинасы бар. Индияда және юнони медицина бар. Одан соң Тибет медицинасы дедік. Бұның теорияларын бәрі отдельный. Бұдан кейін біздің түркі халықтарының медицинасы бар. Түркі халықтарының медицинасы бұл юнони медицина деп аталады және бұны Ибн Сина медицинасы деп аталады және. Енді сол Ибн Сина медицинасының назариясында мизаж деген теория бар. Мизаж теориясының біз қазір түсіндіріп өтеміз, тамақтардың мизажға қалай бөлінеді. Неге десеңіздер, қазіргі біздің Қазақстандағы халық қалай дұрыс тамақтануды білмейді. Білмегенде қалай білмейді. Енді тамақты адам мысалы тамақ үшін жасамайды ғой адам. Жасау үшін тамақ жейді адам. Вот, это целая философия, бұны ажыратып алу керек. Енді біз одан алдын айтып өтпекшіміз, енді мына восточный медицинаның ең основной теориялары бар. Бұл мизаж теориясы дейді. Екінші мәселе бұл Аллаға сену деген сөз. Алланың құдіреті бар дейді. Потому что егер адамның жүрегінде Аллаға сену болса, потому что адам былай есептеу керек, что дүние Алланың құдіретімен жаратылған, адам маймылдан жаратылған емес, адамзат жаратылған. Бұл дүниедегі болып жатқан тірліктің бәрі, мысалы үшін хадисте айтар екен, даже не дейді, ағаштың бір жапырағы Алланың сұрағысы түспесе екен дейді. Бұл деген енді көз жұмып алып, басыңызға бір ауру түсетін болса, үйде жатып алып, Алла өзің шипасын бер, Алла деп жату емес, әрекет қылу керек, оның себептерін білу керек. Яғни Алланың барлық жерде жаратқанға жаратқан, бірақ оның закономерностьтары бар. Закономерностьтарды біз қазір үйреніп жатырмыз. Үйренгеннен кейін должен адамзат оны үйреніп, уже Алланың құдіретіне жақындап қалады да. Адамзат қанша табиғаттың сырларын білген сайын, табиғатқа уже іс-әрекет жасап, табиғаттың заңдарын өзгертіре бастайды. Если біз табиғаттардың сол заңдарын, сол Алланың шығарған заңдарымен дұрыс апарсақ былай, сонда адамға гармония болар екен, адамға денсаулық болар екен. Соның үшін жаңағыдағы біз мижаз назариясымен бүтін азыр тамақтарды зерттеп өтеміз. Соның үшін әрқайсы адам өзінің қандай дұрыс тамақтарын білу керек. Потому что бұдан кеп шығатын грыжа ауруы, давление ауруы, жировой гепатоздар, мысалы үшін холециститтер, өттегі тас, почкадағы тас, бұның бәрінің основасында, яғни бұның негізінде адамзаттың дұрыс тамақтанбауы жатады. Дұрыс тамақтанбауы. Именно адамның мижазына қарап дұрыс тамақтанбауы жатады. Қазір енді тамақтың түрлері, нелері көйіп кетті, түрлері. Нутрициологтар айтып жатыр енді, мысалы үшін раздельный питание дейді, безуглеводный питание дейді. Енді головияның түрлері шығып кетті, өте диеталар көп. Қазір интернетке кірсеңіз, диетаның бас аяғына жазамай қаласыз. Біреу былай айтады, біреу былай айтады. Енді солардың ішінде бұл мижаз теориясына основанный диетотерапия, бұл отдельный диетотерапия. Бұл ескі біздің ата-бабамыздан келген диетотерапия. Яғни біздің ата-бабаларымыздың бәрі адамның өзінің мижазын білген.
Адамның бірінші адамзат өзінің қандай мижаз екенін білу керек. Или организмде ыстығы көп па, суығы көп па. Бізге больной келгенде адамның тамырын көріп, біз адамның бірінші рет оның мижазын анықтаймыз. Ыстығы көп па, суығы көп па. Егер адамның ыстығы көп болатын болса, ол суықты тамақтар жеу керек. Егер адамның суығы көп болса, ыстықты тамақтар жеу керек, организмде равновесие болу керек. Когда организмде ыстық пен суық равновесиеде болса, организм ауырмайды дейді. Адам қашан ауырайды? Когда уже идет дисбаланс. Ыстық пен суықтың арасындағы баланс өзгеріп кеткенде адам ауырайды деген осы восточный медицинаның теориясы бар. Енді соның үшін біз бірінші адамның мижазын анықтаймыз. Мижазын анықтағаннан кейін біз адамдарға қарап, мижазына қарап, біз уже тамақты белгілей бастаймыз. Енді больнойлар келгенде біз оның тамырын көріп, диагнозын қойып, оған мен диета жаза бастаймын. Мынаны жейсің, мынаны жемейсің деп. Мен жазып барған сайын адамның көзі былай болып бара береді деп. Мен ақырында сұраймын, сіз менің жаман көретін тамақтарым дейді да. Бұның бәрін қайдан білдіңіз дейді сіз. Мен мысалы оның не жеп, не қоятынын білмеймін. Мен оның мижазына қарап уже тамақты айта бастаймын да. Сол кезде уже адам таң қалады. Қалайымша бұл менің не жеп, не қоятынымды білді. Именно айтады, мен маған дейді писканы беріңіз, мен жаман көретін тамақтарды беріңіз дейді. Так, потому что оның именно ауруының келіп шыққанына сол жеп жатқан тамақтары себеп болады. Соның үшін біз қазір енді жеміс жидектерден бастаймыз. Оның несін мижазы ыстық болып кетеді. Сол кезде бір адамды көргенмін, 100 грамм қара жүзімді жеп, сол күні реанимацияға түсіп инфаркт болған адам. Неге ол инфаркт болды? Потому что жүзімнің мижазы ыстық болған, адамның ішіндегі ыстықтығы болған, екеуі қосылған, қан қойылып кеткен, дәулені көтерілген, и больной инфаркт болған. Енді соның үшін міне жүзімнің мижазы өте ыстық болады. Енді бірақ жүзімнің уақытына қарап оның мижазы өзгереді. Мысалы үшін көктемде жүзім енді пісе бастаған кезде уже жүзім нардан болады. Кисло-сладкий жүзім. Так? Оны ғұрра дейді. Өзбекшеде. Кисло-сладкий жүзімнің мижазы оказывается суық болар екен. Егер сол көктемдегі жүзімді адам жесе, қанды өте сұйық тұрар екен. Енді жүзім қаншалықты піскен сайын оның мижазы ыстық болып барар екен. Енді жүзімді алып біз кейін құрытып, оны мейіз қыламыз. Мейіз қылғаннан кейін мейіздің мижазы вообще ыстық болып кетер екен. Мейізді жеген адам дәмені көтеріледі, сахар көтеріледі, қуат көтеріледі, гемоглобин көтеріледі. Енді кімнің суығы болған болса, ол өте пайдалы. Егер кімнің ішінде ыстығы болған болса, ол өте опасный. Так? Оған қарап жемесе өте опасный. Екіншісін алатын болсақ, бұл алма. Алманың мижазы қалай? Енді мысалы үшін кімді көрсек, алманы жей береді бізде. Да? Алманың мижазы қалай? Ол адамға қаншалық мижазына туып келеді, болмана ешкім бақы жоқ. Бізге айтады, алма самый безвредный, безопасный нәрсе, күнде алма жеу керек дейді. Енді алманың мижазы қалай? Алманың мижазы тоже уақытына қарап, сезонына қарап, алманың қай жерде өскеніне қарап, оның мижазы әртүрлі болады. Если мысалы таудың алмасын алатын болсақ, таудың алмасы ол өте табиғаты таза, одан кейін самал болып тұрады, таза ауа, кислород, одан кейін күннің нұры қатты түседі. Соның үшін таудың алмалары өте качествосы күшті болады. Енді таудың алмасын сіз сентябрьда жейтін болсаңыз, сентябрьда піспейді ол. Сентябрьда кислый болады дәмі. Таудың алмасы уже үйге сақтап қоясыз, январға барғанда піседі. Январда уже дәм кіреді, январда шырын болады. Шырын болғанда да соншалық шырын болып кетеді, басқа алмалардан оның шырындығы асып кетіп қалады да. Сол үшін алманың мижазы, яғни алманың энергиясы, организмге әсер қылатын энергиясы өзі уақыт сағатына қарап өзгереді. Мысалы үшін көктемдегі алма, кислый алма, олардың мижазы суық. Егер ондай алманы жесе, адамның қаны сұйылады, дәміне түседі. Енді алманың нағыз піскен уақытын алатын болсаңыз, шырын алма, күздегі нағыз қатты шырын алма алсаңыз, ол дәміне көтереді, қанды қоюлаттырады. Соның үшін оны көп организм қабылдап болмайды. И тот, бұл жерде тоже қарау керек, адамның мижазы қалай. Егер де адамның мижазы суық болатын болса, ол беймәр күздегі шырын алманы жей береді. Егер адамның ыстығы көп болатын болса, ол алманы уже жей алмайды. Енді дарбыз қауын алайық. Дарбыздың мижазы қалай? Дарбыздың мижазы орташа болар екен, ыстық пен суықтың ортасында. Соның үшін дарбызды біз енді қан күнде жей алмаймыз оны. Дарбыз піскеннен кейін жейтін болсақ, ол организмді біріншіден қанды сұйылтырады, организм тазалайды, мочегоніне әсер қылады, дәмені түсіреді. Соның үшін адам дарбыз піскеннен бастап, дарбыз түгенге шейін жазымен дарбыз жеу керек. Неге? Дарбыз, потому что адамның бауырын тазалайды, почкадағы тұзды кетіреді. Потому что оның мижазы ортадағы мижаз. Оны суы көп те жей береді, ыстығы көп те жей береді. Организмді балансқа келтіреді ол, дарбыздың мижазы.
Екінші қауын болайық. Қауынның мижазы қалай? Қауынның мижазы, потому что қауынды жесеңіздер шырын болады, правильно? Шырын. Қауынның түрлері көп. Қауынның өте шырындары бар. Қауынның, значит, былай дәмі төмендері бар. Бірақ қауынның шырынының бәрінің мижазы ыстық болады. Соның үшін кімнің сахары көп болса, кімнің дәрменесі болса, кімнің қаны қою болса, қауынды жеп болмайды. Егер кімнің қаны аз болса, кімнің дәрменесі төмен болса, кім слабый болса, кімде қуат аз болса, қауынды көп жесе болады. Қауын біріншіден адамның энергиясын көтереді, дәрменені көтереді, гемоглобинді көтереді. Соның үшін қауынды көп жесе адамға очень питательный оның қасиеті бар. Енді қауынды біз кейін құртып қаққа айналдырамыз, күнге жаямыз, қақ қыламыз. Оның мижазы өте ыстық болып кетеді. Егер ол қатты жейтін болсаңыз, организмнің дәрменесін көтереді, қанды қойлықтырады. Енді біз бәдірен помидор алайық. Бәдірен помидор, біз келген больнойларға жатын бәдірен помидор береміз. Бізге келген больнойлардың көпшілігі жировой гепатоз, гипертонический болезнь, қан қою, ең асылы қан қойлықтан келеді. Қанды сұйылтыру әзір өте қиын мәселе. Докторға барсаңыз тромбоз береді, аспирин береді, гепарин қылады, постоянно соны алып жүруіңіз керек. Если сіз оны тамақпен туырлап, бауырыңызды, ұйқы безіңізді, почкаңызды тазайтын болсаңыз, сіздің қаныңыз соған сұйылады, сіз беймәлім жүре бересіз. Бірақ ар жағынан адам не жеп, не жемейтінін білу керек. Енді соның үшін алайық, бәдіренген помидордың мижазы қалай? Бәдіренген помидордың мижазы өте суық екеуіне келеді. Соның үшін кімде дәрмене болса, кімде сахар болса, кімде қан қою болса, бәдірен помидорды тоқтатпай жеу керек. Бұл екеуі де қанды сұйылтырады. Даже сонда сұйылтырады, егер бұны суығы бар адам жейтін болса, ол наоборот хуже действует. Мысалы үшін организмде суығы бар адам таңертең бәдірен жеп көріңіз, таңертең сразу ашқазаныңыз приступ береді. Неге? Потому что ол ашқазанға суықты қылды да, сразу болевой синдром вызывает. Енді жеңіл нервіні білеміз біз, көп қолданатын. Айтайық, анар. Гранат дейді, гранат. Анардың екі түрі бар екен. Бір анар, ол кислый анар, бір анар сладкий анар. Анардың кислыйының сырты қызыл болады, сладкий анардың сырты сары болады. Енді кислый анар, ол суық қанды сұйылтырады, адам дәрменесін түсіреді, сахар түсіреді. Енді егер сладкий анар жейтін болсаңыз, ол организмдегі дәрменені көтереді, қанды қоюлатырады, сахарды көтереді. Егер кімнің ішінде ыстығы болатын болса, ол өте адамға қауіпті. Соның адамдар не жеп жатқанына қарау керек. Міне бүгін біз основном жеміс жидектер туралы сөйлейміз. Сен айтатынымыз не айтуымыз? Және біз көп қолданылатын. Өрік қолданамыз, шабдалы қолданамыз. Өріктің мижазы орташа болады. Орташа болады, ыстық емес, суық емес. Соның үшін өрікті қанша қалағанша жесе болады. Бірақ енді көктемдегі мынау кислый, онша піспеген өріктің мижазы суық. Жеген организм қанын ол сұйылтырады, дәрменін түсіреді. Егер күзде қатты піскен өрік жесеңіз, ол организмге қуат береді. Енді өрікті егер қақ қылып құртып жейтін болсаңыз, оның мижазы уже ыстыққа өтіп қалады. Сахарды көтереді, дәрменін көтереді. Егер сол өрікті сіз суға салып компот қылып ішетін болсаңыз, оның мижазы уже ыстықтан орташа мижаз көтереді. Организмнің, значит, ыстық суығын нормальный ұстап тұратын жағдайға келеді. Енді шабдалын алайық. Шабдалы бұл суық. Суық көбірек ыстыққа сәл өтеді бұлай. Сол үшін шабдалында кімнің дәрменесі болса, сахары болса, кімнің қаны қою болса, өте көп мөлшерде жаздың күні жесе болады. Енді шабдалыны құртып қаққаннан кейін оның да мижазы не өтіп қалады ыстыққа. Яғни кімнің дәрменесі болса, кімнің сахары болса, ондай qaқты жейтін болса, дәрмен әбден көтереді. Енді шабдалының және түрлері көп. Мысалы анжир деген бар, анжир. Анжирдің мижазы өте ыстық болады. Ол организмнің калориясын көтереді. Енді анжирдің құртылған қағы бар. Организмде ол құртылған қағы организмдегі дәрменені көтереді, қанды қоюлатырады, сахарды көтереді. Міне, бұл секреттердің барлығын біздің ата-бабаларымыз білген. Яғни біздің ата-бабаларымыз білгенде, бұны соған қарап, адамның өзінің мижазына қарап, бұл тамақтардың сатыркет отырған. Енді бұл жерде біз бір қағиданы бір әңгімені айтып кетсем болады сіздерге. Имейсында бір күні шәкірттерімен бір қойшының үйіне барыпты. Қойшының үйіне барған екен, қойшының қызы қойшыға бір тағарадан не әкепті, жаңағы тәрелкада дейміз бе, пісірілген ет. Қойшы етті жеп алды. Етті жегеннен кейін айтып дейбесіне, қазір мына 10 минуттан кейін
бөледі депті, или приступ береді қарнына деген да. Кейін артынан бір тағара жаңағы шөп шаламды әкеліп берген да, қызы. Енді бұны өлмейді депті. Бұл жерде қалай философия жатыр? Сондай философия жатыр. Мысалы үшін еттің мижазы ыстық болады. Еттің мижазы ыстық, етті кім көп жейтін болса, қаны қойылады, дәрежесі көтеріледі, холестерин көтеріледі, білесіздер ғой. Соның үшін егер етпенен көк шөпті жейтін болсаңыздар, не көк шөп? Петрушка, сельдерей, көк пияз, кетеді бар. Көп. Шөптер көп. Обязательно адам көк шөпті жеу керек, көк шөп. Сонда ананың бас кетеді былай. Соның үшін біздің алдыңғы түрки халықтарының медицинасы мижазы өте қатты білген, мижазға қарап әрекет қылған. Әр адам өзінің мижазын білген. Ыстықта, мысалы жаздың күні жеу керек, қыстың күні жеу керек, күзде не жеу керек, көктемде не жеу керек. Адамның сезонына қарап та оның мижазы өзгереді. Мысалы жаздың күні не жеу керек? Жаздың күні ыстық болады, бірақ суық нәрсені жеу керек. Қыстың күнінде қалады, қыста суық болғаннан кейін обязательно өзінің жаңағы несін ыстығын көтеретін тамақтарды жеу керек. Сонда әрменінде баланс болып тұрады. Соның үшін тамақтың қалай тамақтану керек, қай уақытта тамақтану керек, қанша тамақтану керек, бұлардың өзінің әртүрлі секреттері көп. Біз бүгін міне жеміс жидектер туралы сіздерге арнайы информация бердік. Бұл сіздерге пайдалы болады деп ойлаймыз. Бұны өздеріңіз өмірде сынап көрсеңіздер болады. Сынағанда қалай сынайсыз? Мысалы жүзімді әкеліңіз, жарым келе жеңіз, одан кейін дәмдерін үштеп көріңіз, қалай болар екен. Жүзімді жеңіз, сахарыңызды үштеп көріңіз, қалай болар екен. Или мысалы алма. Жақында бізге бабушка келді, жасы 58-де. Больницаға 12 күн жатып шыққан. Брускаяда. Үйіне барған, күнде скорый шақырған жаңағы. Давление 180. Бабушка келді маған жылап. Сынок, что делать? У меня никак давление не понижается. Я лекарства все пью. Доктора меня ругает. Не қылайын деп келдім. Мен сұрадым енді. Бірінші біз тамырын көреміз, кейін сұраймыз, не жейсіз деп. Сөйтсем, оказывается, ол айтты, мен дейді, только вегетарианкамын деді, алма жер екен. Күнде 2 килограмм алма жер екен да, апай. Жаңағы орыс апай. 2 килограмм алма, бірақ алма шырын алма. Мен алмаңызды әкелдім дедім. Алмасын әкелді, көрсетті. Алманың енді базардың ең алды алмасын тартып алды. Апа, жағдай бар. 2 кило алма жейді, дәбені көтеріледі. 2 кило алма жейді, дәбені көтеріледі. Скорый келеді, не жеп алсын, алма жеп алсын. Дәбені көтеріледі. Содан кейін мен апайға түсіндірдім тамақтың мижаздарын, не жеу керек, не жемеу керек бәрін айтқаннан кейін, апай тамақ отырғаннан кейін, оның дәбінесі нормаға келді. 3 күннен кейін, жаңағы нелер, 5 күнде дәбіне түсті апайдікі. Ол скорыйға 5-ші күні қыдырып келген үйіне. Апай бізді шақырмай қойды. Бұл не болды? Күнде шақыратын апай. Бұл өліп қалды ма? Не болды? Деп барған. Сөйтсе, апайдың сөйтіп апайдың жаңағы несі дәбненесінің шыққан себебі бұл жерде алмадан болған. Яғни алманы рөлі қылғаннан кейін дәбнене жайына түскен. И нормаға келді. Сіздерге самый простой пример. Тамақтың организмге қандай әсер етуі. Соның үшін әрқайсы адамның өзінің мижазын білу керек. Мижазына қарап, өзінің тамақтың не жеу керек, не жемеу керегін білу керек. Біз әр не күні осы вторник күні передача береміз, информация беріп барамыз. Бүгін жеміс жидектер туралы біз информация білдік. Оның қандай мижазы бар, жүзім қалай болады, бәлдірен қалай болады, арбуз қалай болады,